Төркініме келген соң анама мен пәтер жалдап өз алдыма тұрайын дедім. Өйткені өгей әкем бар, сіңілім оқу бітіріп тұрмысқа шығып кеткен еді. Бірақ енесімен дұрыс болмаған соң анам сол ауылдан екінші үй алып қойған екен. Сол үйде күйеуімен тұрып жатты. Інім үйленген, оның да бала шағасы бар, анамдармен бірге тұрады. Бала болған соң менің қыздарыммен ұрысып, кейде келіспей қалар. Олардың арасына түсіп, келін мен жақсы болмай қалармын деп, анамның үйіне жақын маңнан жер үйден пәтер жалдап алдым. Анама сауда сатыққа көмектесіп жүрдім. Қыздарым анамның үйі мен екі ортада жүретін. Арада жарты жылдай уақыт өткен соң, анам өз мамандығым бойынша ауруханаға жұмысқа орналастырды. Сөйтіп жүргенде сіңілім сол тұрып жатқан анамның екінші үйін жасырын сатпақ болып, алдын ала әжептәуір төлемақы алып, күйеуімен Таразға көшіп кетіпті. Содан сатып алушылар келіп, үйді беріңдер, қалған ақшасын төлейік дейді. Сосын мен ойлана келе анама айттым. Мама, сол үйіңізді маған беріңізші. Мен үйсіз күйсіз пәтерден пәтерде жүре беремін бе? Қыздарым да өсіп қалды. Бір жерде өз үйім болып, тұрақтап тұрайын деп едім. Анам жарты ақшасын тауып берді. Ал мен сол кезде балаларыма асыраушысы жоқ деген жәрдемақыға құжат тапсырып қойып едім. Сол ақшам жиналып түскен екен, айлығым бар. Соның барлығын қосып, үйді сатып алушылардың ақшасын қайтарып бердік те, анам ол үйді маған дарственне қылып жазып берді. Сөйтіп үйлі болып, қыздарым мен көшіп алдым. Үйге кіріп алған соң, анам бір мал сойып, қан шығарып, Құран оқытып, үй тойын жасайық дейді. Бұрынғы қайын жұртыңды да шақырайық, қашанға араласпай жүресің деп, менің қарсылығыма қарамай, той жасап, қайын жұртымды шақыртты. Туған туыс барлығы да келді. Жақсы тілегін тілеп, ізгі ниетпен келгені бар, одан қалса осы жесір қандай үй алыпты деп, жай қызығушылық танытып келгені бар, бәрі ішіп жеп той тарқар кезде бір топ адам болып қайын жұртым келді. Анам мен інім оларды күтіп, бәйек болып жатса, қайын әпкем тұрып анама сөйлеп жатыр. Кезінде біздің рұқсатымызсыз қызыңызды алып кеттіңіз. Кеткелі бір хабарласпады. Інімнің көзі болған қыздарды бір рет ертіп келіп көрсетпеді. Үй аламын десе, қолымыздан келген көмекті аямайтын едік қой. Енді өзіңізше болып, міне сендерсіз қызымды үй жай қылып қойдым. Көріңдер дегендей шақырып отырсыз ба дейді. Мынадай сөздерді естіп тұрып, шыдай алмай қастарына жетіп бардым. Сөйтіп көмектескілеріңіз келсе, інілеріңіздің көзі тірісінде қайда қалдыңыздар? Жас отбасы едік, әке-шеше жоқ, қаншама қиындықты бастан өткіздік. Жандарыңызға қарасамыз деп апарып алып, жұмысқа жегіп, үй әпереміз деп алдап, ақырында ұрлықшы атандырып, үйлеріңізден қуып шықтыңыздар емес пе? Шешесіндей болдым деген абысыным анау, айлықтарыңды бермедіңдер деп арамтамақ қылып ол қуып шықты. Қайта менің осылай үй жай болып жатқаныма қуанбайсыздар ма деп, қаншама жыл жиналған өкпе ызамды бірақ шығардым. Сөйтіп тойдың арты ұрыс керіске ұласып, қайын жұртым қайтып кетті. Содан кейін олар мен ара жігімді бір жолата үздім. Тойдан кейін күн суытпай жатып, үйдегі пешті жөндету керек болды. Түтін шығатын жері дұрыс жасалмаған ба, қайта-қайта түтейтін. Сөйтіп сіңлімнің күйеуі жағынан бір жездесі бар еді. Сол кісі пеш жөндейді деп естіп, анам шақыртыпты. Ол кісі келіп, пешті түгел бұзып жөндеп берді. Кешкісін анам барлығымыз менің үйімде кешкі ас дайындадық. Анам құда ғой деп, бір жартысын ашып құйып берді. Сөйтті де кеш болмай үйге қайтайын. Құданы сосын шығарып саларсың деп кетіп қалды. Қараңғы түсіп барады. Ана кісі әлі отыр. Қыздарым ұйқысы келді. Сосын мен, құда кеш болды, рахмет сізге. Енді үйіңізге қайтыңыз деп едім. Ол кісі жақсы жарайды деп сыртқа шықты. Шығарып салайын деп ізінен мен де шықтым.
Сырттың жарығы күйіп кетіп еді. Дала тас қараңғы. Әлгі құда бір кезде мені шап беріп құшақтап алды. Мен не істеп жатырсыз деп шошып кеттім. Сөйтсем мені қабырғаға тақап алып, қолдары сумаңдап, бүкіл денеме жүгіртіп барады. Өрікпіп, ентелеп, сүйіп, менің іш киімімді шешпекші. Мен айқайлайын десем қыздарым қорқып қалады ма, көршілер естіп қойып жаманатты боламын ба деп тілімді тістеп қарсыласып жатырмын. Бір кезде үлкен қызым мама деп айқайлап сыртқа шығып қалды. Құдам дереу есін жиып, қараңғыға сіңіп жоқ болды. Мен аяқ қолым дірілдеп, қызымды алып үйге кірдім де есікті құлыптап қойдым. Қыздарымды жатқызып, еңкілдеп тұрып жыладым. Жаңағы құданың іс-әрекеті қатты намысыма тиді. Бұл не қай қылығы? Қорғаны жоқ жесір деп басынғаны ма? Масқара. Мұны кімге айта аламын? Анама айтсам үлкен дау жанжал болады. Екі елдің арасына сызат түседі. Оның үстіне ел не дейді? Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дегендей мені кінәлап өсектейтін шығар деп ешкімге тіс жарып айта алмадым. Осы жағдайдан кейін қатты ауыра бастадым. Белдерім сырқырап, етеккірім бір келіп, бір келмей, денем бір ысып, бір суиды. Өзім жұмыс істейтін ауруханадағы әйелдер дәрігеріне көрініп едім. Дәрігер гормондар ойнап жатыр ғой. Әлі жассыз, тұрмысқа шығыңыз. Сізге еркек керек дейді. Содан ойлана келе, осында келгелі қырындап, сөз салып жүрген ескі бір танысым бар еді. Денсаулығым үшін сонымен анда-санда кездесіп жүре бастадым. Ол әйеліммен ажырасып кеткенмін деген болатын. Сөйтіп күндердің күнінде менің асыраушысы жоқ деп алатын жәрдемақымды, айлығымды есептей бастады. Ақша сұрайтын болды. Сөйтіп бір күні сменнен шығып, үйде ұйықтап жатсам, есікті біреу тоқылдатады. Ашсам бір әйел тұр. Түрі ашулы. Сіз осындайда осындайсыз ба? Мен азаматтың әйелімін. Сіз оның көңілдес екенсіз ғой. Ұялмайсыз ба? Менен байымды тартып алайын деп жүрсіз бе деп аузына келгенін айта бастады. Мен бастапқыда тосырқап қалғаныммен кейін ештемені мойындамай қойдым. Ол әйелді жөнге салып шығарып салдым. Содан кейін азаматпен де ара қатынасымды үздім. Ажырастым дегені өтірік екен. Жай менің басымды айналдырып, алдап сулап, ақшамды алып жүрмекші екен. Ақымақ болыппын. Қанша жасқа келсем де сол баяғы аңғалдығым қалмады. Өз-өзіме ашуландым. Обал жоқ, ақымақпын деп өзіме қатты кейідім. Сонымен жұмысымды істеп жүре бердім. Күйеуімді жиі еске алатын болдым. Кейде көшеде кетіп бара жатып, күйеуімнің бейнесі көз алдыма елестеп кетсе, өз-өзімнен солқылдап жылайтынмын. Күйеуім аққұба реңді жігіт еді. Жанымнан өтіп бара жатқан адамдар аңқайып қарап қалатын. Осы кездері біраз күйзеліске түсіп кеттім. Алайда сенетін адамым жоқ. Екі қызымды бағуым керек. Есімді жиып, сыртым бүтін, ішім түтін, мәнсіз мағынасыз күндерім өтіп жатты. Бір күні түннің бір уақытысында есікті біреу тоқылдатқанынан оянып кеттім. Ақырын барып, кім бұл десем, есіктің сыртынан мен ғой әпке деп атын атады. Сөйтсем құда балам екен, келінімнің ағасы. Мен есікті ашып, мына жүрісің жайма, түнделетіп не істеп жүрсің десем, құда балам, осы маңда жолдастарыммен отырып едік. Ауылға қайтқанға кеш болып кетті. Қарындасыма барайын десем, құдағидан ұялдым. Аздап ішіп едік, сіздікінде қонып кетейінші деген соң, құда бала ғой жарайды деп ішке кіргіздім. Жатын бөлмеде қыздарым ұйықтап жатқан. Қонақ бөлмеге төсек салып беріп, шығайын деп жатқанымда қолымнан шап беріп ұстай қалды. Сөйтіп төсекке алып ұрып үстіме шығып алды. Оның тосын әрекетінен қапелімде шошып кеттім. Одан мұндайды мүлде күтпеп едім. Құшағынан сытылып шығайын десем, еңгезердей жігіт емес пе? Менен 3-4 жас қана кіші, әлім келмей жатыр. Дауысымды шығарайын десем, қыздарым оянып кетіп, шошып қалама деймін.
«Әй, мұның не?» деп барынша тістеніп қарсыласып бақтым. Бірақ оған әлім келмеді. Ақыры ол дегеніне жетті. Мені зорлап қосылды. Сонымен болары болған соң, ашу ызаға булығып, оңбаған болды ма, арам ойың іске асты ма, енді жоғалт көзіңді дедім. Ол әпше кешірші деп істеген ісіне өкінгендей кейіп танытып жатыр еді. Мен қатты ашуланып, жоғал, ендігі көзіме көрінуші болма деп үйден қуып шықтым. Есікті құлыптап, отыра қалып еңіреп жыладым. Бөтен емес, мыналардың қорлығы-ай, жалғыз жесірді басынған-ай деп өлгім келді. Өз-өзіме қол жұмсағым келді. Ашу ызамен ойым сан-саққа кетті. Қатты қорландым. Сол кездегі жеркенішті сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір кезде кіші қызым мама деп жылап тұрып кетті. Мені іздеп жатыр екен. Қасына жүгіріп бардым. Шошып оянып кетіпті. Қызымды құшақтап алып, егіліп жыладым. Мен өлсем бұлардың күні не болмақ? Тұл жетім болып, біреуге жәутеңдеп қалмайды ма? Қалайша бұларды қиып тастап кетпекпін деп, өлемін деген ойымнан өзім шошыдым. Өз-өзімді қолға алдым. Ертесінде анама айтып, жандарын шығартайын ба деп ойладым. Олай істесем, інімнің шаңырағы шайқалмайды ма? Інім мұндай сұмдықты естісе, қайнағасын өлтіріп қояр. Ажырасып кетіп, балалар қиналар деп өз-өзімді әрең тоқтаттым. Бұлай жүргенше, шал болса да тұрмысқа шығып кетейін. Әйтеуір қасымда бір қорған болатын еркегім болса болды деп ойландым. Сөйтіп құда баланың масқара тірлігі жайлы ешкімге тіс жармадым. Сыртым бүтін, ішім түтін, жан дүниемді күйік шалып жүргенімде бір күні жақын құрбым, сені бір кісімен таныстырайын ба? Жассың ғой, қашанғы бұлай жүре бермексің деп, менің ойымның үстінен түскендей болды. Таныстырғысы келген кісінің 3 баласы бар екен. Бірақ әйелімен ажырасып кеткеніне біраз болған екен. Мінезі салмақты, жұмысы бар дейді. Мен жарайды, танысып сөйлесіп көрейік дедім. Дұрыс адам болса, ештемеге қарамай үйленемін десе, тұрмысқа шығып кетейін деп іштей бекініп қойып едім. Жұмыстан кейін шағын дәмханаға бардық, таныстық, сөйтсем мені танитын болып шықты. Қыз кезімде жаңадан жұмыс істеп жүрген кезімде бір жиында танысқан екенбіз. Менің есімде қалмапты. Сөйтіп сөйлесіп, ортақ шешімге келіп, үйленетін болып шештік. Көп ұзамай анамның алдынан өтіп, кішігірім туған туысты жиып, некемізді қиғызып үйлендік. Күйеуім басында жақсы жүрді. Кейін мінезі шығып, өзінше маған қоқаңдай бастап еді. Мен осынша жасқа келіп, өзімді ұрғызып, болмаса қорлатып қоймаймын. Отбасын құрамын, тыныш өмір сүремін десең, жұмысыңды істеп, жөніңмен жүр. Қыр көрсетіп, қол көтеретін болсаң, осында тамыр танысым жетеді. Қорғансыз деп ойлама. Тиісті жазаңды бергіземін деп едім, күйеуім басылып қалды. Содан кейін үндемейтін болды. Осылай тұрып жаттық. Мен Сіменге кеткенде қыздарымды анамдікіне жіберемін. Жұмыстағы құрбыларым дегенмен біліп-білмей кеше ғана қосылдың. Күйеуіңмен өз әкелері емес, өгей ғой. Қыздарға бірдеме істеп жүрмесін деген тұғын. Сол сөздерге көңілім секем алып, солай істеп жүрдім. Бір күні күйеуім мені отырғызып қойып, мен сенің өзің жоқта қыздарды не үшін анаңа жіберіп жүргеніңді білмейді, сезбейді деймісің? Мұның еш қажеті жоқ. Қыздар үйде жүре берсін. Өзім қараймын. Бұлар да енді менің балаларым. Оларға ешқандай қиянат жасамаймын деді. Мен оның бұл сөзіне қуанып қалдым. Сөйтіп көңілім орнығып, қыздарды уайымдамай үйге тастап кететін болдым. Жанымдағы сенімді азаматым екен ғой деп ішім жылай бастады. Бір-бірімізге үйренісе бастадық. Елдер де маған басқаша қарай бастады. Осылай екінші рет тұрмысқа шығып, толыққанды отбасы болдым. Екінші күйеуімнің мінезі салмақты болды. Ашуланып ренжісіп қалсақ тез қайта қоймайтын.
Екеуміздің бір-бірімізге үйренісіп кетуімізге біраз уақыт керек болды. Күйеуім екеуміз менің үйімде тұрып жатқан болатынбыз. Еркексіз үй білініп тұрады ғой. Үйленгеннен кейін үйге жаңа жөндеу жұмысын жүргіздік. Күйеуім жан-жағын тазалап, қоршап, әдемі дарбаза қойып, навес жасатып қойды. Үйге су тартқызып, бар жағдайымды жасады. Бау-бақша екті, гүлдер отырғызып, үйіміз жап-жаңа болып, жайнап шыға келді. Өзі айтқанындай, қыздарымды өз баласындай бауырына басты. Қыздарым да оны жақсы көріп, әке деп атайтын болды. Мен сменнен бос уақытымда анама саудаға көмектесіп жүретінмін. Үлкен базар анамның үйіне жақын еді. Бір күні базар тарқаған соң, тауарды жинап, інімнің баласы екеуміз тәшкеге салып, үйге қайтып келе жатқанбыз. Тәшкі әжептеуір ауыр еді. Оны екеуміз әрең итеріп келе жатыр едік. Артымыздан бір жеңіл көлік келе жатыр екен. Жанымыздан өте бере қатты сигнал берді. Қарасам, баяғы құдашам әрі құрбым еді. Осы екінші күйеуіммен сол таныстырған болатын. Біздің қиналып келе жатқанымызға қарап, қасындағы әпкесі екеуі тырқылдап күліп барады. Інімнің баласы, әпше, аналар саусағын шошайтып бізге қарап күліп бара жатыр ғой дейді. Иә, көріп келемін дедім. Ішімнен зығырданым қайнады. Бұл құдаша мен алдың қарым қатынасымыз жақсы болатын. Кейін күйеуім екеуміз бір-бірімізге жамандап, ұрыстырып қоятын болды. Содан кейін онымен араласпайтын болдым. Соған жыны келіп, маған қыр көрсетіп жүргендегісі ғой. Анамның үйіне тауарын апарып тастадым да, үйге келіп күйеуіме, сен көлік жүргізе аласың ба десем, иә дейді. Олай болса көлік аламыз. Ары-бері шықсақ та қыздармен жаяу жол жүру қиын. Әлгі бір туысымыздың баласы көлік әкеліп сатып жүрген. Соған хабарласып, бар жиған ақшамызды беріп, көлік сатып алдық. Сөйтіп көлікті болдық. Арада біраз уақыт өткен соң аяғым ауыр болды. Бірақ сол кезде барлығымыз қызылшаға қарсы екпе ектізген болатынбыз. Әйелдер дәрігеріне қаралып едім. Екпе еккеннен кейін көтерсеңіз, бала дұрыс жетілмей қалуы мүмкін. Тіпті дімкәс мүгедек болып туылуы да ықтимал деді. Сосын көп ойланып, жасанды түсік жасаттым. Әттең, осы баланы туып алсам деп едім. Оған дәрігерлер солай деген соң, амал жоқ мүгедек болып туылса, өзі де біз де қиналамыз ғой деп осындай қадамға бардым. Алла өзі кешірсін. Күйеуім маған бала туып бермедің деп айтқан жоқ. Барлығына түсіністікпен қарады. Оның үстіне алдыңғы некесінен ұлы да қызы да бар. Хабарласып көрісіп тұрады. Ептеп ел қатарына қосыла бастадық. Бір басым екеу болып, иығымнан біраз жүк түскендей болды. Қасымда сенімді ер азаматым бар, қорғаным, сүйенішім дегендей. Бұл жігітке тұрмысқа шыққанда жасым 35-те болатын. Қазір 50-ден асты. 15 жыл ынтымақтастықта, бірлікте сыйласып өмір сүріп келеміз. Екеулеп қыздарымды өсірдік, оқыттық, ел қатарлы ұзатып, құтты жеріне қондырдық. Бүгінде жиен немерелерім бар, Қазақстанның басқа қалаларында тұрады. Бізге қонаққа келгенде немерелерім атау, апау деп еркелейді. Осыларды көргенде өткен өмірімнің бар қайғы мұңын ұмытамын. Бұрын кім едім? Үйсіз, күйсіз, әркімнен қорлық көрген жесір едім. Қазір осы күнге жеткізген Аллаға мың да бір шүкір деймін. Анам қазір ақ жаулықты әже болып отыр, немере көріп, шөбере сүйіп отыр. Інімнің қолында. Денсаулығы жақсы, бақуат, басынан қанша қиыншылық өтсе де, бізді өсіріп, оқытып, шоқытып, қарап, осы күнге жеткізді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дегендей, аналарымыз аман болсыншы.